Сәлем, менің каналыма қош келдің. Бүгін мен аллергияның алдын алу шаралары жайлы айтатын боламын. Екі жағдайда сізді түшкіру мазалайды. Бірінші, тұмау болатын кезде, екіншісі аллергияның басталатынын білдіреді. Бұны анықтау қиын емес. Тұмау басталатын кезде бойыңызды әлсіздік билейді, қызуыңыз көтеріледі, денеңіз бірсе ысып, бірсе мұздайды. Ал аллергия кезінде тынымсыз түшкіру, көздің қызаруы мен жасаурауы, тіпті мұрыннан су ағып, бітелуі де ғажап емес. Тұмауды түрлі дәрілердің көмегімен емдеуге болады. Ал аллергиядан айығу үшін дәріге өте сақ болғаныңыз абзал. Өйткені кей дәрілердің өзі аллергия беріп жататыны бар. Сондықтан да сізге қауіпсіз әрі жедел көмек беретін халық емін ұсынамын. Аллергияның алдын алу үшін бөлмелердегі сөрелер мен еденді сулы шүберекпен жиі сүртіңіз. Терезелерді ашып, бөлмені желдетіңіз. Күніне 2 рет таза ауада серуендеңіз. Салқын сусындар мен салқын тағамдарды тұтынудан сақ болыңыз. Науқас жанмен байланыс жасамауға тырысыңыз. Қарама-қарсы душ қабылдаңыз. Денеңізді жеңіл жаттығулармен шынықтырыңыз. Дұрыс тамақтаныңыз. Салауатты өмір салтын ұстаныңыз. Міне, осы әдісті қатаң түрде ұстасаңыз, сізді аллергия мазаламайды. Ал түшкіруді тоқтату үшін мұрын қуысын мына әдістермен шайыңыз. Бірінші, тұз су. 1 сағат қайнатылған жылы суға 1 шай қасық теңіз тұзын араластырып, мұрын қуысын шайыңыз. Бұл әдіс мұрынның шырышты қабығының қабынуын емдейді. Еркін дем алуға ықпал етеді, әрі түшкіруді тоқтатады. Екіншісі, өсімдік тұнбасы. Түймедақ, жусан, қайын жапырағы, қырмызы гүл өсімдіктерінен бірдей көлемде алып ұсақтаңыз. Оларды араластырып, 1 ас қасығын аласыз. Оны 1 стақан қайнаған суға салып, тұндырып қойыңыз. Шамамен жарты сағаттан соң тұнбаны сүзіп алып, мұрын қуысын шайыңыз. Үшінші, көкөніс шырындары. Сәбіз бен қызылша шырындарын бірдей көлемде балмен араластырып, мұрын қуысын шайыңыз. Бұл шырын мұрын мен тыныс жолындағы бактерияны өлтіреді. Тұмау мен аллергияның алдын алады. Осы әдісті үзбей 3 күн қатарынан жасасаңыз, аллергиядан біржола құтыласыз. Төртіншісі, йод ерітіндісі. 250 мг қайнатылған жылы суға 1 шай қасық тұз бен 2-3 тамшы йод араластырасыз. Тұз еріп дайын болған ерітіндімен мұрын қуысын шайыңыз. Бұл әдіс мұрын мен тамақтың қабынуына ем болады. Егер аллергиядан тезірек айыққыңыз келсе, өлген фурацилин мен марганец ерітіндісін қосуға болады. Бесіншісі, шөп шай. 300 грамм татқұлақ, 50 грамм қарағай бүршігі, 5 грамм жусан, 50 грамм итмұрын және 50 грамм мыңжапырақ шөптерін алып, жақсылап ұнтақтаңыз. Үгілген шөптерді шыны термосқа салып, үстіне 1 литр қайнаған су құясыз. 1 түн тұндырып қойып, таңертең сүзіп алыңыз. Дайын болған емдік шайды аш қарынға қабылдау керек. Ақпарат ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кет.